Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туристік серуендер мен жорықтар және экскурсиялардың мақсаттары мен міндеттері. Сабағымыздың мақсаты туристік серуендер мен жорықтар және экскурсиялардың мақсаттары мен міндеттерімен таныстыру. Сабағымыздың барысы экскурсиялар мен жорықтардың мақсаты, саяхат пен жорықтардың денсаулыққа пайдасы, экскурсиялар мен жорықтарды ұйымдастыру. Соңғы жылдары ғалымдар барлық балалардың, атап айтқанда мектеп жасына дейінгі балалардың қозғалыс белсенділігінің төмендеу тенденциясын атап өтті. Бұған көптеген факторлар ықпал етеді. Теледидар мен компьютер заманауи балаларға құрдастарымен қарым-қатынас пен ойындарды алмастырады. Ата-аналары балалардың ерте интеллектуалды дамуына деген құштарлығы олардың физикалық дамуының нашарлауына алып келді. Дене белсенділігінің төмендеуі мынадай жағдайларға алып келеді. Эмоционалды тонус төмендейді, жүрек тамыр, жүйке және тыныс алу жүйелерінің көрсеткіштері нашарлайды. Жұмыс қабілеті мен төзімділігі төмендейді. Балалар туризмінің маңызы өте зор. Балалар өзін-өз тәрбиелеу, шешім қабылдау, мақсатқа жету кезіндегі табандылық, құрдастарымен қарым-қатынас жасау қабілеті, өзін-өзі басқару, ойлау және өз бетінше шешім қабылдау. Осы сияқты көптеген қабілеттерін дамытады. Саябаққа, шабындыққа, өзенге, тоғанға туристік серуен бұл әрқашан жағымды эмоциялар. Қуанышты қарым-қатынас, жаңа кедергілерді жеңудегі өзіңіздің күштеріңіз бен қабілеттеріңізді бағалау мүмкіндігі туады. Олар әртүрлі физикалық жүктемелер нәтижесінде алынған теңдесі жоқ емдік әсерге ие. Сонымен қатар организмге табиғи факторлар күн, ауа, су кешенді әсер етеді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе Гиппократ. Гимнастика, жаттығу, серуендеу, денсаулықты толық және қуанышты өмірді сақтағысы келетіндердің өміріне енуі керек деді. Жаяу серуендеу, саяхаттар бұл мәселені шешуге бағытталған ең тиімді жол екені анық.